Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігі басшысының орынбасары Ғабидолла Әбдірахымов президент жанындағы жастар саясаты жөніндегі кеңестің 18-ші көшпелі отырысына орай келген. Ғабидолла Рахметоллаұлы алдымен жастар үйінде болып тыныс тіршілігімен танысты. Мұнда 23 жасқа дейінгі 36 жас әлеуметтік орталықта тұрады. Сондай-ақ Ғабидолла Әбдірахымов жастар басқармасының жұмысын да көрді. Қызылорда облысы елімізде алғашқы болып маргиналды жастармен жұмысты күшейту үшін арнайы жол картасын қабылдаған аймақ. Сонымен қатар аталмыш салаға бөлінетін қаржы да жыл санап артып келеді. Первая республика дорожная карта по маргинальной молодежи с соответствующим финансовым обеспечением. Не просто голословно. В городе не конкурентны, а в городе толкать тачку на базаре тоже не хотят. Хотят одевать джинсы, рубашку, бриони, все. Ни образования, ни интеллекта. Может, просто футбольный стадион построить? Теперь нет, нам надо их растолкать. Мұнан кейін Ғабидолла Әбдірахымов жасұландықтармен кездесті. Қазір олар жазғы демалыс кезінде де түрлі жарыстарға қатысып, балаларға арнайы ұйымдастырылған шараларға атсалысып жүр. Ең бірінші балалар оның жақсылығы шарапатын көреді. Сіздерге ұстаздарға. Президент әкімшілігі басшысының орынбасары мұз айдыны мен Сейхун спорттық сауықтыру кешенінде де болды. Ал Шапағат жастар денсаулық орталығы жастарды медициналық қызметпен қамту үшін ашылған. Қазір мұнда психологиялық, дәрігерлік көмек көрсететін мамандар жұмыс істейді. Жастардың бос уақытын тиімді пайдаланып, оларға салауатты өмір салтын насихаттау маңызды. Сондай-ақ Ғабидолла Рахметоллаұлы жастарға дұрыс бағыт-бағдар көрсетуде, олармен тығыз қарым-қатынас орнатуда әлеуметтік желілерді пайдалануға кеңес берді. Салтанат Жақанова, Айбол Сәдуов, Индира Раисова, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.